90 мыңды айтпасаң маған. Сен документ бергеннен бастап договор жүреді ғой. Мен документім ошым жаптырып тастайсыз ба? Мен документім ошым жаптырып тастайсыз ба? Жаптырып тастайсың, аннулировать етем. Айтам бар, монтажын кесіп алдым, исполнительный технический документацияны аннулировать ете деп Түркістанға хат жіберем, болды, аннулировать етеді. Жоқ қой монтаж. Монтаж бар болса, онда ол исполнительный технический документацияға жатады. Монтаж жоқ жерде, демонтаж жасалған жерде мен демонтажға акт жасайын дағын, болды, аннулировать етеді. Даже провод жоқ. Мен ақша төлеу үшін сіздер газды жүргізіп беріп счетчикті қойыларыңызға міндетті ғой, дұрыс па? Сен маған счетчик сатып алып келіп қойып бер деп счетчикке деп договориться еткен жоқсың, сен сары ящиктен былай қарай тартамын. Жоқ, маған газ келмеген, кірмеген, счетчик жоқ. Не үшін мен ақша төлеуім керек? Тоқтаңызшы. Мен ЖХ-ға анаған звондасаңыздар, бәрі мені қылады да. Мен сізге айтайын, газ кіргізбегем, счетчик қоймағам. Не үшін сіздерге ақша төлеуім керек? Біз тірлікті бітіріп болғанбыз сені. Сен жақпай 10 жыл отырасың ба, 20 жыл отырасың ба, шаруам жоқ. Сен былай түсін да? Қалай жағам мен счетчик қоймағансыздар? Счетчикті саған мемлекет қойып кетті, сары ящиктің ішінде тұр ғой. Счетчик ол істемейді. Ол істемейтін болып шықты. Братан, айқайлама. Братан, айқайлама. Сен видео түсіресің ба мені? Түсіріп атым. Түсірім. Любой жерге бар, түсіндің ба? Барам. Бар любой жерге. Барам. Айқайлама, братан. Жоқ, любой жерге бар, түсіндің ба? Нені видеоға түсіріп? Маған қараң. Жоқ, сөйлеген сөзден сөйлемедім деп отырсың қазір. Мен не айтып отырмын? Полный. Сен вообще сөйлегенімді братан, айқайлама. Менде де мінез бар, айқайлама деймін саған. Не бір қатындар сияқты мінезге мен айқайлама деймін. Қалай қатын деп сөйлемесіңдер. Не тірлік мынау? Сендер дұрыс па не? Келесі бастап 100 мыңын бересіңдер деп. Дұрыс па? Айқайла, біреудің несін алып ауыздарың кетіп. Жай сөйледі дептім, біреудің несін алды бол. Ол үйдің егесі рұқсат беріп тұр айқайлауға. Егесінің өзі жоқ қой үйдің. Сен түсіруден бірінші, сен бізден рұқсат сұрадың ба? Рұқсат сұраған міндетті емеспін мен. Сұрамайсың ба? Неге міндетті емессің? Сен есің алмай келіп ақша сұрап тұрсың ғой сен. Бар, жаз, мен сен үстіңнен жазам одан кейін. Сен мемлекеттік органда тұрған жоқсың. Любой жерге жаз. Любой жерге жаз. Рұқсат сұрамай, сен бізді сұрамайсың, во-первых. Мекемеде ғана рұқсат етіледі. Мен мекемеде істеймін, мен халықпын. Сен менен ақша сұрап тұрсың. Біз кімбіз сонда? Мен ақша сұрап. Сен мемлекеттік қызметшісің сен. Сен счетчик қоймай жатып ақша сұрап тұрсың менен. Сен счетчик қоймай жатып менен ақша сұрап тұрсың. Еще маған доқып тұрсың біреудің несін алды. Мен айтып біреудің несін алды, айқайламай сөйлеңдер деп жатырмын. Сен қойшы. Баққан осы үй міне. Берде я газдың несі счетчигі жоқ. Я газдың документі жоқ. Я газ кірмеген бұл үйге міне. Әлі бітпеген там. Міне үкіметтің газда істейтін адамдар келіп міне бопсалап қатын деп бопсалап аузына келген намысқа тиетін сөздер айтып жатыр балағаттап. Ешқандай құжаттары да жоқ қолында, басқасы да жоқ. Аузына келген оттап біреу несін апарып қарғап міне. Сонда үкіметтің адамдарына бәрі мүмкін, халыққа ештеңе мүмкін емес пе сонда? Мен түсінбедім, орысым түсінбедім үкіметтің адамдарына. Бұл үйде адам тұрмаса, я құжат болмаса, я документ болмаса, қалай бопсалайды бұл адамдар? Соған кім жауап береді, мен түсінбедім мен.